Мына біздің табанымыздың астында тұрған жай ғана қара жер емес. Бұл дала деп аталатын ұлы мұрағат, ұлы архив. Қанша қопарсаң да құпиясы таусылмайтын ұлы архив. Мына біздің табанымыздың астындағы жай ғана қара жер емес. Бұл дала деп аталатын алып музей. Қанша араласаң да қызығы таусылмайтын. Біз осындай шежірелі қасиетті даланың ұрпағымыз. Үстінде тұрмыз, ұрпағымыз табанымызды басып тұрмыз. Біз бақытты ұрпақпыз. Жаңа айтып жатсыздар ғой, 500-дей адам осы жерде қаза болған екен деп. Олар ойлаған жоқ. 200 жыл өткеннен кейін ұрпақтарымыз шығып бізді іздейді, осы жерге ескерткіш қояды. Ондай оларда болған да жоқ. Олардың алдарында екі-ақ мақсат тұрды. Не жауын жеңіп қазаққа азаттық әперу, не болмаса айқастың үстіндегі ақ өлім. Екі-ақ жол болды оларда. Міне бүгін Алланың алаш баласына деген ықыласы түзу болған шығар. Егеменді ел болдық. Жиналып міне бабаларымызды еске алып жатырмыз. Бұл біздің басқа халықтан ерекшелігіміз. Мына орыс ит бүгін әкесі өлсе ертең күні ұмытып қалады, кім екенін де білмейді. Біздің міне ұрпақ жалғастығы, тарих жалғастығы деген осы. Біздің басқа жұрттан, басқа ұлттардан ерекшелігіміздің өзі осында. Міне бізден кейін ертең Алла жазса, біз де кетеміз өмірден. Бізден кейін ұрпақ келеді. Солай тарихымыз жалғаса береді. Барлығы да қабыл болсын. Керемет сіздер. Әр әкенің көк тәңірден мінезі бар сыйлаған, сол мінездің қиындысы тал бойыңа дарыған. Әкелер ол сан мінездің жиынынан құралған, бұл өмірдің ауыр жүгін тік көтеріп жүр алған. Әрбір бала әкесінің тұлғасынан көреді, бейнелерін батырлардың мақтан тұтып ереді. Әкелермен сырласыңдар, бағзы кезгі досындай, нәзік бейне сынбасыншы, жан жүрегі осындай. Әкелерге біз жас ұрпақ жігер бере білейік, шығып алыс жолға ұзақ, бірге білек түрейік. Кер кезеңде жан-жақтан жау торлаған, қасық қаны қалғанша елін қорғаған, хан кененің жасыл туы астында абылайлап ұран салған өр бабам, баспау үшін бодандықтың соқпағын, отаршылға